Әкесімен сөйлеспейді, екі рет мертпен ажырасып, нағыз түрік жұлдызына айналды. Сұлу Афра Сарачоғлы қалай өмір сүреді? Қош келдіңіздер Жұлдыздар уақыты каналына. Бүгін мен сіздерге әйгілі түрік актрисасы Афра Сарачоғлы туралы айтатын боламын. Актриса Сейран Шанлы рөлімен бүкіл әлемге танымал болды. Афра Сарачоғлы талантты, танымал және сұранысқа ие актриса және модель. Оның есімі Кингфишер сериалының премьерасынан кейін бүкіл әлемге танымал болды. Және ол мансабын 13 жасында бастады. Афра Сарачоғлы 1997 жылы 2 желтоқсанда Эдремитте дүниеге келген. Ол 9 жаста болғанда ата-анасы ажырасып, анасымен бірге Анталияға көшіп кеткен. Афраның әкесі оны ешқашан іздемеген. Көп ұзамай ол онымен қарым-қатынасын үзуді шешкен. Афраның анасы өміріндегі ең маңызды адамға айналды. Лутфия қызын асырау үшін ұзақ уақыт жұмыс істеуге мәжбүр болды. Афра 13 жасқа толғанда ол алдымен өз ақшасын табуды ойлады. Кәмелетке толмағандықтан ата-анасының мақұлдауынсыз мұны істей алмайтын. Сондықтан анасынан көмек сұрады. Лутфия Афраның менеджері болды және қызына бірнеше тиімді модельдік келісімшарттар жасасуға қол жеткізді. Сарачоғлы ханым қызының сұлулығына айналасындағылар әрқашан таңданғанын бірнеше рет атап өтті. Афра алғаш рет подиумға 14 жасында шықты. Бірақ ол ешқашан оқуын тастаған емес. Мектепті бітіргеннен кейін ол Эскишехир Осман Гази университетінің салыстырмалы әдебиет факультетіне оқуға түсті. Сарачоғлы актерлік мансабын жалғастырғаннан кейін демалысқа шыққанымен әлі де жоғары білім алғысы келетінін бірнеше рет мәлімдеді. Афра Сарачоғлы 2015 жылы кинодағы дебютын жасады. Ең сұлу фильмінде қосымша рөлді сомдады. Бірақ оның келбеті соншалықты қарапайым болғандықтан бұл туралы ешкім білмейді дерлік. 2016 жылы Лютфия Өзжан Дениздің екінші мүмкіндік көркем фильміне кастинг жарияланғанын көрді. Анасы режиссерге қызының портфолиясын жіберіп, қызының актриса болуды қаншалықты армандағанын айтты. Афра ақырында Чечек рөлін сомдады. Бұл үлкен кино әлеміне есік ашты. Жас түрік жұлдызының мансабы тез дамып, Фазилет ханым және оның қыздары Жаман жігіт, Махаббат па, Жақсы ойын, Әпкелердің балалары, Мұғалім және Иешилчам сияқты фильмдер мен сериалдарда түсті. Бірақ Сарачоғлуға бүкіл әлемге танымал болған басты кейіпкер Сейранды сомдаған Зимородок сериалы болды. Түрік актрисасының жанкүйерлері оның танымалдығы мен жарнамаларға ақы төлеуі тез өсе бастады. Афра өзінің табысын өте қарапайым түсіндіреді. Ол мұның бәрі еңбекқорлық пен тәртіптің арқасында деп санайды. Мен өте көп жұмыс істедім. Әрбір жобада барымды салуға тырысамын. Мен тәртіптімін. Мүмкін осы тәртіп пен табандылығым, сенімім және еңбекқорлығым мені табысқа жеткізген шығар дейді ол. 2018 жылы Жақсы ойын фильмінің түсірілімі кезінде Афра мен Мерт Языджоғлы арасында романтикалық қарым-қатынас басталды. Танымал тұлғалар жеке өмірлерінің мәліметтерін көпшілікпен бөліскісі келмеді, бірақ түрік журналистері мен жанкүйерлері олардың романтикасы некеде аяқталатынына сенімді болды. Алайда 2022 жылдың күзінде жанжал шықты. Кейбір түрік блогерлері Афраның Кингфишер фильміндегі әріптесі Мерт Рамазан Демирмен көңілдес болғанын айта бастады. Көп ұзамай OGM Pictures'тегі кеште Кубилай Ака Демирге шабуыл жасай жаздады. Оны және Сарачоғлыны орынсыз мінез құлық жасады деп айыптады. Кейбір түрік актерлерінің жанкүйерлері түрік актерінің мінез құлқын қолайсыз деп санайды. Бірақ бірнеше күннен кейін Афраның Мерт Языджоғлыны тастап кеткені жарияланған кезде ашулары басылды. Кингфишер фильмінің басты жұлдыздарының арасындағы романтикалық қарым-қатынас туралы қауесеттер жаңа күшпен өршіп кетті. 2023 жылдың жазында олардың бірге демалыста түскен суреттері баспасөзде пайда болды. Бірақ танымал тұлғалардың өздері олардың романтикалық қарым-қатынасын растауға асықпады. Олар әлеуметтік желілерде бір-бірін үнемі бақылап отырды. Бұл жанкүйерлердің өмірінде не болып жатқанын болжауына себеп болды. Тіпті Кингфишер фильмінің соңғы эпизодтарының түсірілімі кезінде де түрік бақ Афра Сарачоғлудың жаңа жігіті пайда болғанын хабарлай бастады. Түрік жұлдызының таңдаған жігіті мысырлық бизнесмен Мохаммед Әл-Салуси болған деп болжануда, алайда бұл мәлімдемелерді растайтын ешқандай дәлел келтірмеді. 2025 жылдың сәуірінде бақта Сарачоғлудың 51 жастағы футбол жаттықтырушысымен кездесе бастағаны туралы хабарламалар пайда болды.
Дегенмен Окан Бурук бұл қауесеттерді жеке өзі жоққа шығарып, оларды мүлдем негізсіз деп атады. Айтпақшы, Kingfisher финалынан кейін Сарачоғлу мен Мерт Рамазан Демирді түрік журналистері бірге көрмеді. Екі танымал адамның шынымен қарым-қатынаста болғаны, немесе олардың романтикасы продюсерлердің көрермендер қызығушылығын біраз уақытқа сақтауға көмектескен ақылды жарнамалық амал болғаны әлі белгісіз. Дегенмен кейбір түрік блогерлері Сарачоғлу Демирді оның үнемі опасыздығы үшін тастап кеткенін әлі де айтады. Қазіргі уақытта Афра жеке өмірін бөтен көздерден мұқият қорғайды. Түрік жұлдызы өзінің эмоциялары мен сезімдерін мұқият басқаратынын және әрқашан логикаға сүйенетінін жасырмайды. Мен стратегпін. Егер мен эмоцияларымның ықпалымен әрекет етсем, олар мені адастырады деп сенемін. Сондықтан мен логикамды бірінші орынға қоямын. Осыдан кейін бәрі менің сезімдеріме байланысты, деді ол. Афра тынымсыз еңбек етуді жалғастыруда. Жақында ол Пера мини-сериалының түсірілімін аяқтады және алдағы күндері отбасы сынақ атты жаңа көп бөлімді сериалдың түсірілімін бастауды жоспарлап отыр. Сарачоғлу сонымен қатар бірнеше танымал брендтердің бет-бейнесі қызметін атқарады. Түрік актрисасы бос уақытын анасымен немесе достарымен өткізеді. Ол жиі саяхаттайды, сноуборд тебуді, би билеуді, волейбол ойнауды және сурет салуды ұнатады. Дегенмен Афра егер өзін қатты шаршаған сезінсе, үйде отырып, кітап оқуды немесе сүйікті фильмдерін көруді жөн көретінін мойындайды. Ол жануарларды, әсіресе иттерді жақсы көреді. Оларды адамдардан әлде қайда жақсы деп санайды. Дегенмен Афраның басты басымдықтары жұмысы және қаржылық тәуелсіздігі. Мен әрқашан ешкімге мұқтаж болмай өз аяғыммен тұруды армандадым. Мен көп еңбек ету керектігін білдім. Мен табысқа жету үшін күн сайын жұмыс істеймін, деді ол.